Жақсы. Мгм. Менің дауысым естіліп тұр, көрініп тұрмын, иә? Сосын, слайд көрініп тұр ма? Иә, иә. Жақсы, күшті. Так, жақсы ендеше. Тағы да қайырлы таң барлықтарыңызға. Бүгін менің туған күнім, сіздермен бастайын деп жатырмын дейсің. Вау, құтты болсын. Рахмет, көп көп. Аха. Так, мына слайдты көргендеріңіз бар ма? Жоқ па, или осы сабақты көргендеріңіз бар ма? Тегін оқушы жинаудың елу әдісі деген. Жоқ, көрмедім. Көрмедіңіздер, иә? Мгм. Жоқ дейді, жақсы. Бұл сабақ, мгм. Жақсы, онда бүгін осы сабақты сіздермен өтетін боламыз. А, Қазір мына жақта қабылдап алайын. Мгм. Так, запись экрана қостым. Мгм. Рахмет, көп көп. Бүгін ерекше күн болады. Ерекше бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тегін оқушы жинаудың елу әдісі. Қайтадан сабақтың тақырыбын қайталаймын. Тегін оқушы жинаудың елу әдісі. Барлықтарымыз біздер кабинет ашамыз, кабинетті аламыз арендаға, алмаймыз, үйден бастаймыз, үйден бастамаймыз, үлкен орталық аламыз, үлкен орталық етіп ашамыз. Бірақ оның барлығын бірінші орында біз ішінде оқушы толтыруымыз қажетпіз. Және қазіргі таңда оқушы жинаудың өте көп әдістері бар. Әрине оның ақылы түрі бар, және де тегін оқушы жинау түрлері бар. Соның ішіндегі мен бүгін сіздерге тегін оқушы жинаудың елу әдісін айтатын боламын. Ендеше кеттік. Жалпы, тегін оқушы жинаудың бірнеше өте көп каналдары бар. Әрине, ең бірінші тегін оқушы жинаудың алғашқы менің өзім қолданатын каналым бұл Инстаграм және ТикТок. Мен сіздерге айтайын, ТикТоктан осы бізде қазір екі парақша бар. Біреуі Ақтөбе қаласының өзінің несі, жаңағы Ақтөбе қаласындағы сөйлеу орталығы парақшасы Инстаграмнан, екіншісі Алматы қаласына біздің ашқанымызға көп болған жоқ. Бұл парақшаны ашқанымызға бір где-то 5 айдай болған шығар. Алматы қаласынікі. Бұрын Алматы Ақтөбе қаласынікі екеуі бірдей болатын. Бірақ осы 5 ай көлемінде біздер 8 мың подписчик жинадық. Енді Ақтөбе қаласы 24 мыңнан асып кетті. Оның барлығы кәдімгі біздің таза живой адамдар дейді ғой. Живой адамдар. Бізге ол гифке қатысып, басқа нәрсеге қатысудың қажеті жоқ. Себебі ол жақта бізге қажетті аудитория келмейді. Гиф дегеніміз блогерлар ұйымдастырады осындай арнайы гифтер. Сосын сіздер оларға тіркелесіздер. Сәйкесінше адамдар бір-бірімен алмасып, адам саны көбейіп бастайды. Яғни сіздер гиф ұйымдастырсаңыздар да болады. Сіздер гиф ұйымдастырсаңыздар, яғни сіздер бір конкурс жариялайсыздар. Мысалы, мен бүгін мынадай iPhone ойнатамын деп бірнеше блогерлар, бірнеше өздеріңіз сияқты адамдармен ойнатасыздар да. Басқа адамдар сіздерге тіркеледі, сосын ойын конкурс біткеннен кейін бәрі отписаться етіп тастайды. Тіптен отписаться етпегеннің өзінде де ол сіздердің целевой аудиторияларыңыз емес. Мүлдем гифқа қатыспаңыздар. Менің бастапқы сіздерге айтатын кеңесім. Түрлі лайк таймдар бар, қатысуға болады егер тапсаңыздар. Бір-бірлеріне адамдар лайктар басып, бір-бірлерінің охваттарын көтеріп отыратын болады. Ол айта болады. Бірақ қазіргі таңда ең күшті жинайтын әдістердің бірі Reels арқылы рилс арқылы жинау. Яғни біздің бір видеомыз 1 миллион просмотр жинады. Сол бізге сразу 2 мың подписчик алып келді. Лояльная аудитория, яғни бізге қажет аудитория. Менің жеке өзімнің парақшам. Кеше ғана
100000 подписчик болды. 100000 подписчиктің барлығы да өте лояльная аудитория. Яғни мен ешқашанда гифке еш нәрсеге қатысып көрген жоқ. Бірақ сол Инстаграм, яғни әлеуметтік желі, тегін әлеуметтік желі маған ай сайын қажетті адамдарды алып келіп отыр деп айтсақ та болады. Сол себепті Инстаграм қолдарыңызда бар кезде ертең мен сіздерге контент план барлығын беремін, дұрыс пайдаланыңыздар. Мен аз уақытта тез нәтижеге жеткім келеді десеңіздер, онда TikTokты пайдаланасыздар. TikTokқа қажетті өздеріңіздің рекламаларыңызды бәрін салып отырасыздар. Инстаграмға не салдыңыз, соның бәрін TikTokқа салып отырасыздар. Бірақ Инстаграм мен TikToктың екеуінің аудиториялары сәл басқашалау. Яғни TikToктың адамдары кішкене басқаша, ол жақта хейт көп болуы мүмкін деген сияқты. Бірақ одан қорқатын еш нәрсе жоқ, олар керісінше сіздерге адамдар алып келеді. Одан кейінгісі, әрине бұл жерде краудсорсинг жасасаңыздар болады. Краудсорсинг дегеніміз бала тәрбиесіне қатысты сұрақтар қоясыздар. Яғни пікірлер жинайсыздар. Қазіргі таңда блогерлар өсу үшін ең бірінші орында осы краудсорсинг әдісін пайдаланады. Яғни мықты маркетологтар жалдайды ғой олар. Сол кезде олар осы әдісті пайдаланады. Олар көшеге шығып адамдарға сұрақ қоюға болады. Немесе бір басқашалай ерекше әдістер сұрақ қоюға болады. Немесе бір балабақшада опросник өткізуге болады. Мектептерде опросник өткізуге болады. Яғни балалардан сұрайсыздар. Біз сенің мамаңның ең көп айтатын сөзі, немесе қазіргі таңда бар ғой, мына мақалды жалғастыр деген. 100 теңгең болғанша дейді, сосын 100 деп дейді де, ары қарай балалар өздері жалғастырып кетеді. Бұның барлығы маркетинговый ход деп аталады. Соның ішінде краудсорсинг деп аталады. Мақалалар жазу, яғни басқа ұйымдармен немесе мектептермен серіктестік жасауға болады. Мақалалар жазу, бұл жерде бала дамуы туралы блог жүргізсеңіздер болады. Қазір байқайсыздар ма, менің мына біздің сөйлеу орталығының парақшасында да, немесе менің жеке каналымның өзінде де біздер көбінесе бір андай, сіздер енді ол сөздерді білесіздер, триггерный моменттерді көп пайдаланамыз. Триггер дегеніміз бұл адамның қытығына тиетін сөздер, бір сөзбен айтқан кезде. Яғни мен қандай нәрсе жасаймын? Ерекше балалардың әкелері қайда деп шығарамын. Бұл нағыз триггерный мен қолданатын маркетингтік ход болып саналады. Вроде мен бір сондай щепетильный, маңызды тақырыпты қозғап тұрмын. Неге барлығы бұлай бүйтіп, не жазды екен деген секілді мән беріп қарайтындай. Сол себепті офер, триггер деген нәрселерді дұрыс пайдаланыңыздар. Серіктестік, басқа ұйымдармен коллаборация жасауға болады. Мысалы, біздер қандай коллаборациялар жасадық? Зерде тойс, ойыншық сататын мамандармен коллаборация жасадық. Біз педиатрмен коллаборация жасадық. Біз невропатологпен коллаборация жасадық. Біз атақты блогерлармен, Дәулеттен деген секілді блогерлармен де коллаборация жасадық. Яғни олар өздеріне шығарады біздің орталығымызды, біздер оларды шығарамыз. Енді Дәулеттенді мен шығарған жоқпын, бірақ Дәулеттен бізді шығарды. Сәйкесінше біздер не істедік? Біздер невропатологтармен шығамыз, невропатологтар бізді шығарады, біз оларды шығарамыз. Екі жақты коллаборация. Тегін сабақтар. Негізі байқасаңыздар, мен тегін сабақтар өте көп өткіземін. Тегін мастер-класстар өткіземін аналарға. Тегін балаларға арналған көптеген мероприятиелер өткіземін. Көптеген тегін тікелей эфирлер өткіземін. Көптеген тегін ашық есік күнін жариялаймын. Көптеген тегін ата-аналар диагностикаға біздерге келе алады. Бірақ тегіннің қадірі жойып болмас үшін тегін деген сөзді определенный бір уақыттарда ғана пайдаланасыздар, болды. Мысалы, менде қандай? Жаңа жыл қарсаңында 31 мен 10-шы немесе 8-ші январь аралығында ғана біздер тегін сабақтар өткіземіз. Болды, ары қарай тегін сабақ біз өткізбейміз. Сол нәрсені де мұқият қараған жөн. Сіздер де ертең өздеріңізге тегін сабақ өткізетін болсаңыздар,
постоянно тегін сабақ өткізе беруге болмайды. Тегін сабақтың уақыты бітті деген сияқты ақпараттарды инстаграмға шығарып отыру керек болады. Семинарлар, яғни аналарға арналған тегін мастер-класстар жүргізуге болады. Оны кімдерге жүргізуге болады? Мысалы, арнайы қайырымдылық қорлары бар, аналардың белгілі бір клубтары бар, немесе жеке өздеріне ортақ парақша ашып алған аналар бар. Сондай орталықтарды, сондай жаңағы орталарды тауып алсаңыздар, сол жаққа, мысалы, мен сіздерге бір күндік логопедиялық массаж бойынша тегін мастер-класс өткім келеді. Өтуге болады және өту керек болады. Ол сіздерге өте үлкен маркетингілік ход болады. Жергілікті шараларға қатысу керексіздер. Мысалы, мерекелік шараларға қатысу, ол қандай шаралар болуы мүмкін? Мысалы, арнайы сіздің дворыңызға, сіздің ауылыңызға, ауданыңызға шағын мерекелік кештер ұйымдастыру. Мысалы, 9 майға байланысты шағын мерекелік кештер ұйымдастыру. Егер сізде оқушы жоқ болатын болса, басқа мектеп оқушыларына қолдау есебінде солармен бірігіп жасауға болады. Ол жерде сіздердің атауларыңыз міндетті түрде аталады. Немесе қоғамдық орындарда жарнамалар жасауға болады. Мектептер, балабақшалар, арнайы ұйымдарға флайеры тарату. Алдын мен флайеры жөнінде сабақта айтқан болатын, флайерді просто так далаға таратуға болмайды деп. Оны определенный бір қоғамдық орындарда таратасыздар. Ол мектептің, балабақшаның, басқа да ұйымдардың айналасы болуы мүмкін. Немесе дворлар, өздеріңіздің дворларыңызға. Енді электронды почтаны пайдалансаңыздар болады, пайдаланбасаңыздар да болады. Яғни жаңа ұсыныстар мен жаңалықтарды ата-аналарға жіберіп отырасыздар. База данных жинаңыздар деп айтып жатамыз. База данных жинау осы электронный почта немесе WhatsApp арқылы өздеріңізде болып жатқан скидкаларды немесе өздеріңіз туралы ата-аналардың естеріне салып отыру мүмкіндіктері болып саналады. Сол себепті де база данных бүгіннен бастап жинаңыздар міндетті түрде. Флешмобтар, яғни қайырымдылық қорларына немесе балалармен бірге дворларға, мерекелерге байланысты мектеп оқушыларының, балабақша оқушыларына бірге флешмобтар ұйымдастыруға болады. Яғни балалармен бірге флешмобтар белгілейсіздер немесе түрлі трендтер түсіруге болады. Волонтерлік. Бұл да жаңаға ұқсайды, яғни сіздер волонтер есебінде өздеріңіздің орталығыңыздың, кабинетіңіздің атынан қоғамдық жұмыстарға араласасыздар. Сауалнамалар, ата-аналардан сұраныс жинау. Ол көшедегі ата-аналардан жинауға болады. Мысалы, бізде осындай бір қызық болды. Аутизм туралы біз сауалнама жинаған болатынбыз. Көшеге шықтық, арбатқа шықтық, сосын аутизм туралы не білесіздер деген кезде, мысалы, ата-аналар айтып жатыр да, біз аутизм ана біртүрлі балалар ма деген сияқты. Сондай қызық-қызық жауаптар аласыздар. Соның барлығын инстаграмға шығарсаңыздар, оның өзі сіздерге уже үлкен ақпараттар жинауға көмектеседі. Яғни сіздің нақты аудиторияңыз аутистік спектр бұзылысы бар балалар, ЗПР балалар, анық сөйлемейтін балалар деген нәрсені сіздер аудиторияға көрсете алу керексіздер. Тегін демонстрациялар, орталықтың қызметтерін тегін көрсету. Яғни тегін диагностика жасау, тегін бір күндік сабақ жасау, тегін бір күндік ана мен бала күнін жариялау. Яғни бала сабаққа кіреді, анасы да сабаққа кіреді, бірге сабақ жүргізу. Сосын тегін маршрут құрып берсеңіздер де болады. Инстаграмды тағы да қолдарыңызда тұрған тегін құралды өте дұрыс пайдаланыңыздар. Ертең жақын арада, енді мен білмеймін нақты қай уақыт екен, может 1 жыл, может 2 жыл көлемінде Инстаграм ақылы болып кетуі де мүмкін. Уже қазір Америкада ақылы инстаграмдар пайда болды. Ақша төлеп қана кіре аласың. Соған дейін срочно өз аудиторияларыңызды жинаңыздар. Мысалы, сондай ақпаратты көрген кезде мен өзіме свод-анализ жасадым. Так, менің инстаграмым бойынша мен
қандай жерден қателік жіберіп жатырмын, мен қандай жерде менің басым бөлшілігі, менің қандай мықты тұстарым бар. Енді қай бөлігі менің мықты тұстарым, яғни менің тоқтамай контент пландар салуым, күнде бір пайдалы ақпарат салуға тырысамын. Ол менің жұмысым, мен инстаграмға развлечение есебінде қарамаймын. Егер байқасаңыздар, көбісі мысалы инстаграмға жұмыс есебінде қараған адамдар ғана прям өсіп, миллиондар тауып, инстаграмды бар құралды қолдарына дұрыс пайдаланып жатыр. Мен блогерларды қарамаймын, мен қазір знаменитый андай мындай блогерларды танымаймын. Өйткені менің бір ғана задачам бар. Ол мен өзімнің аудиториямды жинау, максимально прокачать ету. Бізде мысалы алдыңғы потоктарға қатысқан жандар не істеді? Олар өздерінің 300 подписчиктерімен бастады. Оларға мен контент план бердім. Вот прямо жанып тұрып активны күнде бір болсын пайдалы ақпарат, мейлі бетіңді көрсет, мейлі бетіңді көрсетпе. Пайдалы ақпараттар салып, қазірдің өзінде бір где-то 3000-ға жуық бар. Это очень крутой результат. Ол туралы тағы да айтамын. YouTube арнасы, YouTube'тың нишасы өте бос қазір. Үйлеріңізде телефондарыңызды қойып қойыңыздар да, өздеріңізді қойып қойыңыздар да, Инстаграмның бала неге сөйлемейді деген сияқты қарапайым ақпараттарды айтыңыздар. Ол қазіргі 1-3-6 айда максимально адам жинамауы мүмкін. Бірақ мәселе адамда емес, мәселе целевая аудитория. 5 адам қараса да лояльны деген нәрселер бар. Сізге келетін, сіздің ұсынысыңызды, сізге баласын алып келгісі келетін 5 адам болғаны жақсы. Одан кейінгісі подкасттар. Енді әрине мүмкіндіктеріңіз болса, подкасттарға түсуге болады. Менің бір күнде 3000 адам жинап алуымның үлкен фишкасы ол подкасттар. Яғни мен подкастқа түсу арқылы Әйгерім Сейфуллаға немесе басқа да сондай мықты мамандарға өздеріңіздің ұсыныңыздар. Мен сізбен подкастқа түскім келеді, мен осындай өзекті тақырып. Адам өз-өзін дұрыс жарнамалай алуы да керек. Өздеріңізді жарнамаламасаңыздар, олар сіздерді иіскеп таба алмайды. Өздеріңіз туралы ақпаратты жариялап, өздеріңіз подкаст түсіруге ұсыныс тастамасаңыздар, олар сіздерді шақырмайды. Олар білмейді сіздерді даже о вашем существовании дейді ғой. Адам әр кезде өзін жариялау керек. Сонда ғана сіздер мықты результатқа жетесіздер. Мен өте көп блогерларға өзімді рекламировать етемін. Да, там отказ беретіндер бар. Отказ бермейтіндер бар. Соның ішінде міндетті түрде осындай шағын блогтар, шағын подкасттар бар ғой, енді дамып жатырған. Соларға өздеріңіз жөнінде жазыңыздар. Тақырыптық конкурстар жариялауға болады. Мысалы, егер балаңыздың салған суретін, микрофондарыңызды өшіре тұрсаңыздар, балаларыңыздың салған суретін алып келсеңіздер, біз сіздерге тегін диагностика жасап береміз. Егер сіз балаңыздың осындай суретін алып келсеңіздер, онда біз сізге тегін осындай кітапша сыйлаймыз. Оның өзі адамның назарын өте қатты алады. Бұл қаратпа маркетингі ход болып саналады. Алдына байқайсыздар ма вообще? Мен өте көп анализ жасаймын. Өте көп нелердің салон красоты болсын, мейлі өздеріне мықты рекламный ход жасайтын адамдарды мен өте көп қараймын. Сонда олар былай жасайды. Үйде оқылмай тұрған бір кітабыңды алып келде, бір бас жуу услугасын тегін ал. Оның өзі қаншама адамның назарын аударды. Даже менің назарымды аударды.
тегін вебинарлар, ата-аналар мен балаларға арналған онлайн тегін вебинарлар ұйымдастырсаңыздар болады. Тегін сабақтар. Мысалы, біздің Ақтөбе қаласындағы егер байқап жүрсеңіздер, әр ай сайын, әр айдың бір күнінде біздердің мамандарымыз ауысып бір тегін сабақ шығарады. Ол запуск речи тақырыбында болуы мүмкін, ол басқа да тақырыптарда болуы мүмкін. Бірақ шығарады, соның өзі біздерге көптеген адамдар алып келеді. Қалай? Яғни біздің ата-аналарымыз көреді, олар басқаларға жарнамалайды. Әр ай сайын осы орталық өздеріне тегін сабақ ұйымдастырып тұр. Пожалуйста, хотя бы тегін сабақты көрші деген секілді. Түсініп жатырсыздар ма сабақты? Сабақты түсініп жатырсыздар ма? Барлықтарыңыз кері байланыс беріңіздерші. Я түсініп жатырмын, я көріп отырмын, жазып отырмын деген секілді. 8 адам қатысып отыр. 8 адамның 8-і де кері байланыс берсеңіздер. Аха. Түсінбесеңіздер сұрап отырыңыздар арасында. Бұл сіздерге арналған пайдалы сабақтар, сол себепті сұрақ қоюға болады. Келесі, блогерлермен серіктестік. Яғни бартер, бұл бартер деп аталады. Яғни өздеріңіздің райондарыңыздағы, өздеріңіздің аудандарыңызда, қалаларыңызда мықты бір блогерларға ұсыныс жасаңыз. Мен сіздің бір туысыңызды немесе танысыңызды, немесе мен сізге өзімнің бір айлық сабағымды тегін сыйлыққа бергім келеді. Яғни сыйлықтан не кіреді? Сіздің балаңыз немесе оқушыңыз немесе танысыңыз бір ай бойы логопед сабағына тегін келе алады. Мен оның түсінігін қалыптастырып бере аламын, осындай өзімнің услугаларымды ұсына аламын. Бірақ бір ай бойы сіз біздің орталығымызды жарнамалап, бартер есебінде бір-бірімізбен жұмыс жасасақ. Қазіргі таңда біздер енді бартермен жұмыс жасап жатырған жоқпыз, бірақ оның алдыңғы айларда біздер бартермен жұмыс жасадық. Яғни блогерлар бізді шығарады стористеріне. Сосын ары қарай біздер оларға услугалар көрсетеміз. Бірақ ол услуга тек қана бір ай көлемінде болады. 3 ай жасауға болмайды. Ары қарай жалғастырайықшы бартермен деп жатырса айтасыздар. Онда сабақтың хотя бы 70%-ын немесе 70%-ын төлеңіздер, 30%-ына мен сіздерге скидка жасаймын. Ары қарай жұмыстарыңызды обесценивать етуге болмайды. Яғни ойбай тегін қабылдаймын. Әрине, ол сізге өте көп ата-ана алып келіп жатырса болады. Бірақ өте көп ата-ана алып келмесе, онда бартермен жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Немесе невропатологтарға бартермен жұмыс жасауға болады. Мен сізді, сіз бізді рекламировать етсеңіздер. Одан кейінгісі кросс промоция деп аталады. Басқа балалар орталықтармен бірлескен жарнама. Яғни бір орталықпен келісесіздер, мен сіздің орталықпен бірігіп, осындай конкурстар ұйымдастырып шығарсақ, сіздің орталықпен бірігіп, қайырымдылық акциясын жарияласақ деген секілді. Бұқаралық ақпарат құралдары, жергілікті радиоға беруге болады, теледидарда сұхбат беруге болады. Сұхбат беруге де сіздер телевидениеға өздеріңіз ұсыныс жасайсыздар. Мен осындай логопедифектологпын, мен оқушылармен жұмыс жасаймын, сіздерге барып сұхбат бергім келеді деген секілді бір-екі ұсыныстарыңызды или 10 рет болсын жібере беріңіздер. Олар сіздерді шақырады. Ешкім сіздерді білмейді, танымайды қазір. Өздеріңізді көрсетесіздер. Одан кейінгісі тәжірибе алмасу, ата-аналар мен педагогтардың тәжірибе алмасуы. Яғни, тағы да айтам, өздеріңіздің райондарыңызда, аудандарыңызда, қалаларыңызда белгілі бір осындай ұйымдар бар болатын болса, немесе қайырымдылық қорлары бар болатын болса, ата-аналарға сіздер шағын мастер-класс есебінде тәжірибе алмаса аласыздар. Одан кейінгісі кітапханалар мен мектептер.
жергілікті кітапханалар мен немесе мектептерде өздеріңіздің флайерларыңызды таратып кетесіздер. Ол туралы бүгін тағы да қосымша екінші сабақты саламын. Алдыңғы сабақта невропатологтар мен басқа мамандармен қалай серіктестік орнату керек деген. Достар мен таныстар арқылы, достар мен таныстарға ата-аналар кеңесі арқылы оларға немесе өздеріңіздің флайерларыңызды қолдарыңызға беріп қойсаңыздар болады. Оның бәрін просто так беріп қоймайсыздар. Қазір келесі салынатын сабақта мен сіздерге көрсетіп айтатын боламын. Бірлескен акциялар жасауға болады. Жергілікті кәсіпкерлермен бірігіп акциялар жасауға болады. Мысалы, мен өзімнің ашылу салтанатымды қалай жасадым, да, давайте осыны талдайық. Ашылу салтанатына мен Ақтөбе, осы Алматы қаласындағы 3 күннің ішінде мен диагностикаға 120 бала жинадым. Қалай жинадым? Так, может, оны біз тағы да талқылап көреміз, бір отдельный сабақ арнаймыз. Бірақ мен ол жақтағы ең үлкен фишкам Сәкен Майғазиевті шақырдым. Мен қалай Сәкен Майғазиевті шақырдым? Сразу айтайын, мен ешқандай ақша берген жоқпын. Сәкен Майғазиевқа мен өзінің жеке парақшасына 3 рет жаздым. Сәкен аға, сәлеметсіз бе, мен сізбен осылай открытие жасағым келеді. Алматыға жолыңыз түсетін болса, менің орталығыма келіп, менің оқушыларыма арнап, өзіңіздің ақ жолыңызды, батаңызды беріп ашып кетсеңіз. 3 рет жібердім, үшіншісінде маған ответ келді. Гүлсара, мен саған барамын деген. Бұл өмірде бәрін ақшаға сатып аламын деп ойламаңыздар. Жергілікті ауыл әкімдерін шақырыңыздар. Жергілікті бір жердің директорларын, бастықтарын шақырыңыздар. Келіп просто кабинетіңіздің лентасын қиып кетсін. Это тоже очень крутой маркетинговый ход. Адамдар, жергілікті тұрғындар сіздер туралы біліп бастайтын болады. Хотя бы сіздің инстаграмыңызды ашып қалған кезде жарқырап сол кісілердің беттері шығып тұратын болады. Түсіндік қой, түсініп жатырсыздар ма мен айтқан сабақтарымды? Ойбай, мен просто открытиесін жасаймын деудің қажеті жоқ. Содан кейін мен кәсіпкерлерді жинадым да, келіңдер менің орталығыма осылай болып жатыр дедім да, мен ол жақта плюс еще акциялар ұйымдастырдым. Ол акциялардың ішінде бастапқы 5 сабақ, 5 яғни балаға қайырымдылық жасасаңыздар дедім. 5 сабақты сертификат жасап сатып алды, яғни уже менде лояльный, мен ол жақта ұтылмаймын. Яғни маған уже кәсіпкерлер 5 ата-ананың ақысын төлеп отыр. Өздерінің қалталарынан ақша шығарып қайырымдылық жасап отыр. Мен де ұтылған жоқпын, келетін ата-ана да ұтылған жоқ. Бірлескен, жарнамалық буклеттер жасауға болады, орталықтың қызметтері туралы буклеттер жасап шығарсаңыздар болады. Яғни ата-ана сізге келген кезде сіздердің қандай қызмет атқарасыздар, қандай сіздер мықтысыздар, қандай сіздердің мықты тұстарыңыз бар, бәрін шағын буклетке жасап ата-ананың қолына беріп жіберсеңіздер болады. Тегін ресурстар. Ата-аналарға арналған тегін ресурстар ұсыну. Яғни бұл қандай? Тегін ресурстарды пайдалану. Бір ата-аналар, ерекше балалардың ата-аналарына арналған арнайы чаттар болады ғой. Сондай чаттарға больше өздеріңіздің ұсыныстарыңызды тапсырсаңыздар болады, берсеңіздер. Дәрістер мен тренингтер. Психолог немесе педагогтарға дәрістер ұйымдастыру. Яғни бір мықты психологтар, немесе бір психиатрлар, педагогтарға айтсаңыздар болады. Мен логопед дефектолог есебінде сіздерге біздің қолданатын әдістерді көрсете аламын. Сіздер бірақ бізді жарнамаласаңыздар. Тұрақты жаңартулар. Орталықтың жаңалықтарын тұрақты түрде жариялайсыздар. Тұрақты түрде әрбір мерекені міндетті түрде ескересіздер. Ескере алмай ұмытып кетсеңіздер ма, үлкен қылып мерекелік шараларды шығарып қойыңыздар. Соған байланысты құттықтаулар шығарып отыратын боласыздар. Мейлі бір оқушыңыз бар болса да, сол оқушыңызбен жарнамаларды, рекламалар шығарып отырсаңыздар болады. Суреттер мен бейне мазмұндар. Балалардың әрекеттері мен шығармашылық жұмыстарын жариялау. Жұмыс жасап жатырған оқушыларыңызды міндетті түрде до түсіріп аласыздар. Сосын после түсіріп аласыздар. До и послеңіз жоқ болса, оқушымен жұмыс жасап жатқан процесстеріңізді вообще видео түсіру деген нәрсеге өте қатты әуес болыңыздар. Ертең ол сіздерге өте үлкен нәтижелер алып келеді. Тематикалық мерекелер ұйымдастыруға болады. Мысалы, мемлекеттік балаларды қорғау күніне
түрлі шаралар ұйымдастырсаңыздар болады, шағын балаларға сыйлық, хотя бы шарик таратсаңыз да соның өзі уже үлкен сіздердің жарнамаларыңыз. Байқаулар мен сынақтар ұйымдастыруға болады, жергілікті қауымдастықтармен бірігуге болады, ата-аналармен байланыс жасауға болады, фотосессиялар жасауға болады. Ата-аналармен қандай байланыс жасауға болады? Сіздерге ата-ана келеді, айтасыздар, егер сіз өзіңізбен бірге тағы бір екі ата-ана сіздің атыңыздан келіп бізге жазылатын болса, мен сізге 10% каждый ата-анаға жаңағы скидка жасаймын. Ол скидка дегеніміз өте үлкен пайда болады сіздерге, өйткені ол ата-ана сол басқа ата-аналарға жариялайды. Ата-аналар вообще любят скидка, мен саған жасаймын. Сосын сіздер айта аласыздар, сіздер егер 5 ата-ана алып келсеңіз өзіңіздің атыңыздан бізге жазылатын, просто так диагностика келіп кететін емес, онда мен сізге 50% скидка жасаймын. Почти тегін келесіздер. Ну, бұл өте тиімді ата-аналарға ұсыныс болып саналады. Фотосессиялар жасауға болады. Ата-аналар балалар үшін тегін фотосессиялар ұйымдастырсаңыздар. Тегін кітаптар таратуға болады. Мына кітап ал деген күшті мынадай нелерді бақылап отырсаңыздар, кей жағдайда олар мына 100-200 кітаптарын, яғни мына списаниеден шығып кеткен 4000 теңгеге сатады. Мысалы, біздер сондай кітаптарды толтырып сатып алдық. Сосын біздер соны ата-аналарға тараттық. Вообще ол күшті нәрсе болып кетті бізге сондай. Ойындар мен сайыстар ұйымдастыру, тақырыптық топтар ұйымдастыру, байқаулар, жергілікті кәсіптермен ынтымақтастық, тегін консультациялар, дәстүрлі мерекелер, тегін дәм тарту, ашық есік күнін жариялау, тегін байқаулар жариялау, сұрақ-жауап сессияларын ұйымдастыру. Яғни сіздерде мүмкіндік өте көп. Дәл осы сабақты 5 рет көріңіздерде, хотя бы 3-еуін пайдаланып, міне Гүлсара Ниязқызы, мен 3-еуін пайдаландым деп кері байланыс жасау. Қалай дұрыс болып жатыр? Егер сіздерге ешқандай ата-анадан ответ келмесе, неге келмей жатыр? Давайте талдайық, давайте қарастырайық. Бесплатный қолда тұрған нәрсені неге қолданбасқа? Вот бесплатно қолданбаған нәрселер адамдар всегда шығын шығаруға, всегда қарызға батуға, всегда бір қиын жолды таңдауға дайын тұрады. Кейін мен сіздерге ақылы түрде бала жинауды айтамын. Бірақ мен сіздерге айтайын, менің таргетімді басқа да нәрселерді сіздер өте көресіздер, әрине, бірақ өте жиі көресіздер. Өйткені мен қолда бар құралдарды дұрыс пайдалануға тырысамын. Кім түсінбеді, кімде қандай сұрақ бар? Түсінсеңіздер, түсіндік деп жазсаңыздар. Бәріңіз мына жерде қатысып отқан қатысушылар жазыңыздар. Просто так сабақты қарап отырмаңыздар. Бұл сіздерге оқу алып келетін, сіздерді өсіретін сабақтар. Бәрі түсінікті дейді. Кімге түсінікті, түсініксіз жазсаңыздар. Белсенді болыңыздар. Ертең курстың соңында бірнеше біздер конкурстар ұйымдастырамыз. Сондай кезде ең белсенді жандарға біз сыйлықтар беретін боламыз. Соған да ілігіп қалыңыздар. Я дейді. Гүлсара ханым, менде бір сұрақ. Аха. Менде деген инстаграмға менде как постоянно бұрыннан да енді жүргізіп отырамын. Как магазин ашық болғандай, всегда күнде сторис салып отырамын дегендей да, мүмкіндігінше. Қазір енді тиктокты бастадым. Менде просто жаңа сіздің айтқан маркетинг ходтың барлығын пайдалануға кішкене жақында енді аяқ басқан соң кішкене өз-өзіме деген сенімсіздік көп та, әлі білім алып жатқан соң. Енді былай жасаңызшы, хотя бы мен айтқан нәрселердің біреуін жасап көріңіз. Вот Гүлсара Ниязовна, мен біреуін жасап көрдім. Вот Гүлсара Ниязовна, мен 2-еуін жасап көрдім. Мен түсіндім, адамның эгосын, біреудің алдында өзін бір түрлі болып көріну деген нәрсе, туысқандардан ұялу деген нәрселер сіздерге бастапқыда Жоқ, ұялу емес, менде ұялу жоқ. Просто білім әлі толық сапасы жетсін кіремей ма деген
кішкене іште не бар да. Қорықпаңыздар, бәрі сөйтіп сөйтіп басталады. Бір оқушыңыз болса да кері байланыс жасай беріңіздер. Оқушыларыңыз жоқ болса да тегін диагностиканы жариялап, осылай осылай мен сіздерге мынаны берем деп түрлі диагностикалық ходтарыңызды жасай бер, маркетингтік ходтарыңыздың бәрін жасай беріңіздер. Мейлі, не важно, балаларыңыз жоқ болса да, бар болса да не важно. Жарайды, рахмет. Мгм. Бартыр ұсыныңыздар, қорықпаңыздар. А, подписчик аз болса да коллаборация жасаңыздар, жасап көріңіздер. 1000 отказ деген нәрсе бар да. Вообще, бұрын біздерде, мен кәсіп туралы оқып бастаған кезде, біздерге 100 отказ, 50 отказ, 1000 отказ деген нәрселер беретін. Это нормально, что адамдар сіздерге отказ береді. Бірақ бізге айтатын желдерің шығып қалмасын деп. Бірақ тоқтамай жасай беру керексіздер. Біздің кәсіпкерлердің басты бір ғана қасиеті олар тоқтамау. Диагностика жасап 15 адам жазылып, екеуі ғана келіп отыр ма? Все, круто. Мұрындарымызды сүртіп, ары қарай қайттан жұмыс жасай береміз. Аха, хорошо. Давайте монтаждау туралы менде бұрын соңды сабақ болмаған негізі, бірақ мен сіздерге үйретейінші соны. Вообще қиын емес. Монтажды маған жаса десе, мен өзім де жасай салам. Вообще не надо оған керемет күшті жасау деген, әдемі жасау деген, вообще әдемі жасау деген нәрсеге ұмтылмаңыздар. Вообще. Мгм. Мгм. Пока диагностика тегін болған дұрыс, бірақ определенный уақыттар қоясыздар, айтасыздар. Мына уақытпен 5 мен 15 аралығы тегін диагностика. Үлгеріп қалыңыздар. 5 мен 15 аралығы тегін диагностика. Диагностика аяқталуына 5 күн қалды, диагностика аяқталуына 10 күн қалды. Сөйтіп сөйтіп жариялай бересіздер әртүрлі уақыт қойып. Мгм. Хорошо, жасаймын. Жарайды. Ендеше сұрақтарыңыз болса, топқа жазыңыздар, сосын өтініш. Осы бүгін қатысып отқан жандар. Тап қазір сабақ аяқталған бойда. Топқа бүгінгі сабақ қалай өтті, түсіндіңіздер ме, түсінбедіңіздер ме? Кері байланыс жазыңыздаршы, что басқалар да кіріп көрсін. Өте маңызды сабақтар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, барлықтарыңызға бүгін жақсы жаңалықтар, жақсы бір сүйінші жаңалықтарды естуге бұйырсын. Күндеріңіз сәтті, берекелі болсын. Сау болыңыздар. Топта кездескенше. Мен туған күн тойлауға кеттім дейсің. Жақсы. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.